Көше тазалығын бақылау мақсатында бүгін аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың бас маманы аудан тілшілерімен бірігіп рейдке шықты. Алдымен олар республикалық маңызы бар Алматы Жандосов трассасының бойындағы күл-қоқыстың бар жоғын бақылап, одан кейін осы маңайға жақын орналасқан Райымбек округіне қарасты Жаңатұрмыс ауылының да көше көркіне назар аударды. Рейдке шыққан бақылаушылар сондай-ақ қоқыс қалдықтары көп жиналатын Кемертоған ауылының кейбір көшелерін, Алматы-Бішкек тас жолындағы 19 шақырымға жақын орналасқан саяжайлардың маңын және Алмалыбақ ауылындағы Шегебаев пен Ерлепес көшелеріне бақылау жүргізіп, көшенің көріксіз көрінісін тудырған қоқыстарды да кездестірді. Жалпы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі елімізде төтенше жағдайдың жариялануына және Алматыда карантин болуына байланысты кейбір азаматтар біраз уақыт үйінде екенін ескеріп, қоқыс қалдықтары көп жиналатынын да алға тартады. Осыған орай, аталған бөлімнің өкілдері жергілікті тұрғындардан тұрмыс қалдықтарын барынша үйлерінде сақтап, қоқыс жинайтын техникалық көліктердің жұмыс істеу кестесіне сәйкес шығаруларын сұрайды. Сонымен қатар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі аудан әкімінің арнайы тапсырмасына сәйкес бірқатар жергілікті әкімдік тарапына, нақты айтқанда Іргелі, Райымбек, Ұмтыл, Әйтей, Елтай, Жамбыл және Жібек жолы округтерінің басшыларына елді мекендердің тазалығын барынша сақтап, көріксіз жерлерді қалпына келтіруін талап етеді. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдәулет Талипов.